Pocket 3. Арзан емес мынау дейтін ема. Болды, айта берейін ба? Мен запись жазыла берсін. Ал біздер Атырау Номад саяхат клубы болып, бұйырса бүгін Желтау экспедициясына шығайын деп жатырмыз. Қазір машиналар келіп жатыр, заттарымызды сыйыстырып, бөліп, етіміз бар, суымыз бар, солар жан-жаққа бөліп салып, бұйырса қазір бір 10-15 минутта қозғалып кетеміз. Желтау деген бұл Атырау облысы және Маңғыстау облысы және Ақтөбе облысының үшеуінің қосылған жері. Өте табиғи әдемі жерлердің бірі болып есептеледі. Ол жердің бір жақсылығы, ол жерде таулы тас жер және үстірт болып есептеледі, плато. Бұйырса Атыраудан 7 сағаттай қашықтықта. Жол алыс және жол жоқ. Құлсарынан ары қарата, принципе, жолсызбен жүреміз. Сондықтан баратын машиналарымыз кілең осындай жол талғамайтын көліктер таңдап алғанымыз себебі осыдан. Бара жатқан көлік саны 7, адам саны 30 адам. Бұйырса тағы да жолда айтып отырамыз ғой, қалған хабарларды, ақпараттарын бәрін бөлісіп айтып отырамыз. Қайырлы күн достар. Бүгін 22 маусым. Маусым ғой да, дұрыс қой да? Так, мамыр, маусым дұрыс. Қайырлы күн достар. Бүгін 22 маусым 2024 жыл. Біздер Атырау Номад саяхат тобымызбен 7 көлік болып, 30 адаммен Атыраудың соның ішінде Жылой ауданының ең биік нүктесі Желтау тауларына қарай жолға шықтық. Ал бұйыртса жолымыз болсын, саяхатымыз өте керемет болсын. Бүгінгі саяхатта бізде және қонағымыз бар, Астанадан келген океанолог, зерттеуші Владимир деген қонағымыз бар. Өте керемет саяхат болады деп үміттенеміз. Ал бізбен бірге болыңыздар, қадағалап отырыңыздар. Енді біздер YouTube каналдамыз. Біздер әрбір көліктің артына осындай нөмірлеп жапсырып жатырмыз. Мына көргеніңізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп, себебі әрине әркім өзінің қандай көлікте отырғанын келе жатыр, бірақ бізбен бірге көліксіз саяхатшылар өте көп. Мысалға, олар балалар, қыздар, келіншектер, үлкен кісілер болуы мүмкін. Олар үшін машинаның қайсысы екенін, яғни білмей қалуы мүмкін, олар үшін просто түсі ақ болуы мүмкін, или түсі қара болуы мүмкін. Сондықтан біздер ажырату үшін, әрқайсысына оңай болу үшін 1, 2, 3 деп нөмірлейміз. Және бұл одан да бөлек біздер әрқайсымызға рация таратамыз. Бұнда да 1, 2, 3 деп нөмірленген, әр машинаның өзінің рациясы болады. Сондықтан көлік жүргізушілер бір-бірімен сөйлескенде екінші нөмір қайда, үшінші нөмір қайда, яғни Toyota анау-мынау қайда дегеннен гөрі нөмірлеп сөйлескен ыңғайырақ болады. Судың керек екенін шөл дегенде ғана білесің. Жылу керек екенін жаурағанда ғана білесің. Бағала өмірді, бағала мәңгі деп саныма. Бұл саяхат бірақ. Ал біз қазір Құлсары қаласына келіп, жанар жағар майымызды полный құйып, бұйырса ендігі жолымыз біздің Желтаудан бір шығамыз. Оғанға дейін ешқандай заправка жоқ, сондықтан осы жерден барлық машиналарды толтырып аламыз. Адамдар кішкене кофе ішіп, әлденіп, ұйқы ашып, осы жерден жиналып, бұйырса енді колонна болып шығамыз. Жарық керек екенін қараңғыда ғана білесің. Сезім керек екенін жалғыз болсаң ғана білесің. Бағала өмірді, бағала мәңгі
деп салмай. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден-ақ алшы бәрін түзет. Жасағанда амалдар ұмытпа, бұл берілген өмір алма кезек. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден-ақ алшы бәрін түзет. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден-ақ алшы бәрін түзет. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Ерлансыз ғой, а? Біздерде сам остановка. Едім жайлауда, пішен шауып ай, шай көйлегім су болдай, жаңбыр жауып ай. Кішкентайдан бір көзбен, аяу құрбым ай, сенсіз қалай енді мен жүр аламын ай. Алым сенің шай көйлегің бүрмелі, айтарыңды айтып қал, отырмын ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, айтайын алып келгенше, уәдеңе берік бол, мен сендікпін өлгенше. Түзу жолдарды, асулар мен жондарды, суретшідей сомдады дала. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. О, алыс түзу жолдар мен заулар, жүрегімде оттай сезімім барда, жеткізбейтін қиял алда, бәрі алда. Ұлы дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Түзу көшені жүріп өткен кешегі, қиял ойым кешеді самғап. Жүрегімде таң күлсін, көнен жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолдар. Жүрегімде таң күлсін, көнен жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолдар. Алыс түзу
жолдармен заула, жүрегімде оттай сезімім барда, жеткізбейтін қиял алда, бәрі алда. Ол дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға, әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Алыс түзу жолдармен заулап, жүрегімде оттай сезімім барда, жеткізбейтін қиял алда, бәрі алда. Ол дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға, әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Бисмилла деп атқа қондым, көкейімде байғадым. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайрадым. Мәңгілікте қой отаным, қорқыта алмайды ау өлім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын. Қара құлын ат болып егерді жол торабын, тітіркені тәні, сылқыта ішті тау бұлаған, тегі көшпелі беу ахау керім, тепті де білі жүр бұл даланың еркектер. Ләббәй раббым ләббәй дей тұғын, кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғым, ғонның еділінен білді кәң опық жерін, танып ал енді бұл даланың еркектер. Үргенейт қамшы жері өлі жатып жері, байырға алып бер толқумен күн көшері, семсерінің әсері күшті деп айтпас еді білмесе егер бұл даланың еркектер. Әскері жаушының игеріп таушыңын, ауырды түнбіштеп жүріңдар қылаушылың, құлың болуға даяры шулмаланып тілінсе де, шегедей мықты ері шекеге оқ тисе де. Бұл даланың ерлері, бұл даланың ерлері. Теңіздің тереңіне батсаң ер тойла, тәніңнен көлеңке кетсе ер тойла, үйде тірлік көп деп мұңайма, нәпақа тауып жүрген еркектерге. Біз қазір мына Желтау тауының нағыз төбесіндеміз, платодамыз. Әлі кетіп жатқан жолда мынандай ескі қорымдарды көріп тоқтап қалдық. Мына жерге белгі қойған ұрпақтар екен. 19 ғасыр мынандай осындай неменен қоршалған болып тұр таулар, тастары. Және анандай қабір сахна там деп аталады дейді. Яғни бұл жерде іші қуыс. Ана екінші қабірден көруге бар іші қуыс екен. Үлкен плиталарды қойып, осылай кезінде мына 18-19 ғасырлар, 14 ғасырдан бастап осылай жерленген деген бір наным бар. Өзіңді аңсап келемін, алып ұшып жүрегім, сезіміңнің баяғы бар екенін білемін. Есігіңнің алдына келіп қалдым мен тағы да,
терезеңнің баяғы қараушын шамына демдемей уақыт қайда кетіп барады, неліктен менің жаным әлі жарады. Жақындатып көрейік қайтып араны, жетпеген сар жылауым кеңіген әлдилей берсең деп келем, аңсап келем сағынып, шөлдеп келем сар жылауым. Салма бұлақ балдай тәнім, салқын самы баурайларым, саялаған бір туған жер, сағындырған сар жылауым. Өтем сар жылауым басқаның жері жоғы, не қылайын жері жоғы өзімнің қасымдеген сар жылауым. Салма бұлақ балдай тәнім, салқын самы баурайларым, саялаған бір туған жер, салма бұлақ балдай тәнім, салқын самы баурайларым. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out of... Шынында, действительно, бізді сондықтан мынандай музыкалар болмау керек бізде. Біз барған жерде мынандай музыка болмайды. Бәрін жинап, фотоотчет жасап дейсізді. Шаршады. Фотоотчет жасады. Ал жақсында жолыңыз болсын, үйге дейін бұйырса,